Абайдың 34-ші қара сөзі. Жұрттың бәрі біледі өлетұғынын, және өлім үнемі қартайтып келмейтұғынын, бір алғанды қата жібермейтұғынын. Қазақ осығанда амал жоқ, нанады, анық өз ойына ақылына тексертіп нанбайды. Және Хамманы жаратқан Құдай бар, ахиретте сұрау алады, жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарлығайды, жазғыруы да, жарлығауы да пенде ісіне ұқсамайды, бегірек есепсіз қинауы да бар, бегірек есепсіз жетістіруі де бар деп, бәріне сендік дейді. Жоқ, онысына мен сенбеймін. Олар сендім десе де, анық сенген кісіге уайым ойлап не керек? Осы екеуіне лайықты жақсылықты өздері де іздеп таба береді. Егерде осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, енді неге сендіре аламыз? Оны қайтып түзете аламыз? Оларды мұсылман деп, қалайша иманы бар ғой дейміз. Кімде-кім ахиретте де, дүниеде де қор болмаймын десе, білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды, екі ынтық құмарлық бірдей болмайды, екі қорқыныш, екі қайғы, олар да бірдей болмайды. Мұндай екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда, қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы ахирет қайғысынан, ахирет қуанышынан артық болса, мұсылман емес. Енді ойлап қарай бер, біздің қазақ та мұсылман екен. Егерде екі нәрсе кез болса, бірі ахиретке керекті, бірі осы дүниеде керекті, бірін алса, бірі тимейтұғын болса, сонда біреу ахиретке керектіні алмай, екінші бір кез келгенде алармын деп, жоқ. Егер кез болмайтұғын болса, кең Құдай өзі кеңшілікпенен кешіреді дағы. Мына кезі келіп тұрғанда мұны жіберіп болмас деп, дүниеге керектіні алса, енді ол кісі жанын берсе ахиретті дүниеге сатқаным жоқ деп, нануға бола ма? Адам баласының бәрі дос. Не үшін десең, дүниеде жүргенде туысың, өсуің, тойуың, ашығуың, қайғың, қазаң, дене бітімің, шыққан жерің, бармақ жерің бәрі бірдей, ахиретке қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, көрден махшарда сұралуың бәрі бірдей, екі дүниенің қайғысына, пәлесіне қаупің, екі дүниенің жақсылығына рахатың бәрі бірдей екен. 5 күндік өмірің бар ма, жоқ па? Біріңе бірің қонақ екенсің, өзің дүниеге де қонақ екенсің, біреудің білгендігіне білместігін таластырып, біреудің бағына, малына күндестік қылып, я көрсе қызарлық қылып, көз алартыспақ лайық па? Тілеуді Құдайдан тілемей, пендеден тілеп, өз бетімен еңбегімді жандыр демей, пәленшенікін әпер демек, ол Құдайға айтарлық сөз бе? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына не лайығы бар? Екі ауыз сөздің басын қосарлық не ақылы жоқ, не ғылымы жоқ бола тұра, өзімдікін жөн қыламын деп, құр ой, Тәңір-ай деп таласа бергеннің несі сөз? Оның несі адам? Абайдың 34-ші қара сөзі философиялық терең мазмұнға ие, имандылық, шынайы сенім, адамгершілік пен дүниетаным мәселелерін қозғайтын аса маңызды шығармаларының бірі. Бұл қара сөзінде, Абай діни сенім мен оның шынайылығы, адам мінезіндегі екіжүзділік, пендешілік және шын мұсылмандық ұғымын тереңнен саралайды. Енді бұл сөздің әрбір идеясын жіктеп, терең талдау жасаймыз. Өлім мен ақыретке сенім мәселесі. Абай жұрттың бәрі біледі өлетұғын деп бастайды. Бұл адамзаттың бәріне ортақ шындық, өлім. Бірақ Абай бұл шындыққа адамдардың қалай сенетінін сынайды. Қарапайым халық өлімге амалсыздан дәстүрлі түрде сенеді, бірақ бұл сенімдер ақылмен, жүрекпен сараланбайды. Ол былай дейді. Қазақ осығанда амал жоқ, нанады, анық өз ойына ақылына тексертіп нанбайды. Бұл жерде Абай адамның сенімі сыртқы формада емес, ішкі терең түсінікпен жүрек қабылдауы арқылы келуі керек деген ой айтады. Тек әдет бойынша сену шынайы иман емес. Ол надандықпен қатар екі жүзді сенімге әкеледі. Шынайы сенім мен оның көрінісі. Абай шынайы иман жайлы ой толғайды. Олар сендім десе де, анық сенген кісіге уайым ойлап не керек? Шын сенген адам ахиретке де, Құдайға да күмәнсіз сенеді. Ондай адамның өмірінде екіұдайлық, қорқыныш, дүние қоңыздық болмайды. Керісінше, бұл сенім адамды сабырлы, әділетті, адал болуға жетелейді. Абай халықтың көпшілігі бұл сенімге нақты жете алмай отырғанын сынайды. Өйткені сенімнің сыртқы көрінісі бар да, ішкі түп мағынасы, салмағы бар. Абай үшін шынайы иман, ақыл, жүрек, ерік үшеуінің бірлігімен келетін құндылық. Дүние мен ахиреттің тартысы. Абай адам жүрегінде екі нәрсе қатар тұрмайды дейді. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды. Яғни, дүние мен ахиретке бірдей ұмтылу мүмкін емес.
Егер адам дүниелік қуаныш пен қорқынышты бірінші орынға қойса, ол ахиретті екінші орынға ысырып қойғаны. Бұл жағдайда адам шын мұсылман бола алмайды. Бұл ой қазіргі қоғам үшін де өзекті. Адамдар дінді ұстанған болып көрінгенмен, іс жүзінде дүниелік мүддені бірінші орынға қояды. Абай дәл осы екі жүзділікті, пендешілікті әшкерелейді. Дүниеге керектіні алса, енді ол кісі жанын берсе де, ахиретті дүниеге сатқаным жоқ деп нануға бола ма? Абай мұнда адамның шынайы ниетін, іштейгі талғамын ашық көрсетіп отыр. Адам ахирет үшін емес, дүние үшін өмір сүреді, бірақ өзін шын мұсылман санайды. Бұл алдамшы сенім. Адам баласына дос. Абай адамзаттың бірлігі жайлы терең гуманистік ой айтады. Адам баласының бәрі дос. Ол адамның өмір жолындағы ортақ тағдырын, туылу, өмір сүру, қартайып, өлу және ахиреттегі сұралу бәрі ортақ екенін дәлелдейді. Сондықтан адамдар бір-біріне дұшпан емес, дос болуы тиіс. 5 күндік өмірде күндестік, көре алмаушылық, бірін-бірі талқыға салу ақымақтық. Абай мұнда қазақ қоғамындағы ішкі араздық, күндестік, мансапқорлықты сынайды. Ол: біріңе бірін қонақ екенсің, өзің дүниеге де қонақ екенсің, деп өмірдің өтпелі екенін еске салады. Еңбек пен тілек мәселесі. Қара сөздің соңында Абай еңбек пен тәуелділік туралы ой қозғайды. Тілеуді Құдайдан тілемей, пендеден тілеп пәленшенікін әпер демек, ол Құдайға айтарлық сөз бе? Абай бұл жерде еріншектік, арам ойлы ниет, өзгеге көз аларту, көрсеқызарлық пен сұғанақтықты сынға алады. Құдайдан емес, пендеден үміт күту, нағыз сенімсіздік белгісі. Ол адам баласының өзіндік ар-намысы, ерік-жігері болуы керектігін ұсынады. Адал еңбекпен тапқан құнды. Біреуге күндеп, тартып алғысы келетін адам надан, имансыз адам. Қорытынды. Абайдың 34-ші қара сөзі дін, иман, адамгершілік, дүниетаным туралы өте терең философиялық еңбек. Ол бүгінгі заман адамы үшін де өзектілігін жоғалтпаған. Абайдың басты мақсаты адамды сыртқы діндарлықтан ішкі рухани тазалыққа, шынайы сенім мен адалдыққа жетелеу. Бұл қара сөз әр адамға өзін тануға, жүрегіне үңілуге, өз өмірінің бағытын саралауға мүмкіндік беретін рухани бағдаршам іспеттес. Егер осы талдауды кеңейтіп, 5-10 бет көлемінде реферат немесе мақала түрінде жасағым келеді десеңіз, айтыңыз, толық нұсқасын дайындап берем.